WorldSkills жас мамандардың кәсіби біліктілігін арттыруға негізделген халықаралық жоба. Ол 1946 жылдан бері әлемнің 80-ге жуық мемлекетінде өткізіліп келеді. 2014 жылы Қазақстанның WorldSkills International халықаралық қозғалысына енуіне байланысты Қазақстан дүниежүзі елдері мойындаған аталмыш бірлескен жобаға қатысуға мүмкіндік алды. 2015 жылдан бастап WorldSkills Қазақстан ұлттық чемпионатының жеңімпаздарынан құрылған Қазақстан құрама командасы халықаралық WorldSkills Russia, EuroSkills, AsiaSkills чемпионаттарына, WorldSkills Сан-Паулу, Абу-Даби, Казань әлемдік чемпионаттарына қатысып келеді. Маңғыстау облысында осы жоба бойынша 54 құзыреттілікпен өңірлік чемпионаттар өткізіліп келе жатқанына биыл 6-шы жыл. 2015 жылдан бері тамақтандыруды ұйымдастыру, тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру мамандықтарында оқитын студенттер аспаз ісі құзыреттілігіне қатысып, бақтарын сынауда. Алғашқы 2015 жылы өткен WorldSkills Қазақстан ұлттық чемпионатына Маңғыстау туризм колледжінің студенті Мусина Мейрамгүл қатысып, кәсіпқор холдингі коммерциялық емес акционерлік қоғамының алғыс хатымен марапатталды. Ал 2016 жылы Маңғыстау туризм колледжінің студенті Исаев Жасұлан білім және ғылым министрлігінен сертификат алса, 2017 жылы Маңғыстау туризм колледжінің студенті Жалғасбаев Айбат алтын медаль иегері атанды. 2018-2019 жылдары Маңғыстау туризм колледжінің студенттері Ералы Сырым мен Аяп Әсемай сертификат алып, облыстың алдыңғы қатардан көрінуіне өз үлестерін қосты. Жалғасбаев Айбат Қазақстан құрама командасымен WorldSkills Беларусь, EuroSkills Будапешт халықаралық чемпионаттарына қатысып, тәжірибе жинап, сертификатпен марапатталды. Ал сіз осындай чемпиондарды дайындап, кәсіби шеберлігін арттырған үздік сарапшы жөнінде білесіз бе? Ол облыстық бас сарапшы, республикалық бас сарапшы орынбасары, халықаралық сарапшы атағының иегері, облыс әкімінің білім үздігі байқауының жеңімпазы Муратова Батис Альпесбаевна. Ол студенттердің білімін, біліктілігін, дағдыларын аспаз ісі құзыреттілігі бойынша халықаралық стандартқа сай даярлау арқылы чемпионат тапсырмасы модульдарының орындалуымен таныстырып, оны жүзеге асыру шеберліктерін кәсіби түрде шыңдайды. Сіз де аспаз ісі құзыреттілігінің кәсіби шебері болғыңыз келе ме? Ол үшін мына басты талаптарды білуіңіз керек. Бірінші, жұмысты ұйымдастыру және басқару. Екінші, тұтынушылармен қарым-қатынас жасау және жұмыс істеу дағдылары. Үшінші, қоршаған ортада денсаулық сақтау нормаларын, санитарлық және гигиена талаптары мен қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау. Төртінші, тағам құрамы мен мәзір туралы білім. Бесінші, тағам құрамын дайындау. Алтыншы, жылумен өңдеудің түрлі әдістерін қолдану. Жетінші, тағамдарды дайындау және таныстыру. Сегізінші, тағам өнімдерін сатып алу және сақтау, сметаларды жасау, есепке алу. Осы талаптар халықаралық стандартқа сай орындалуы тиіс. Құрметті талапкер, тамақтандыруды ұйымдастыру, тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру мамандықтарына оқуға түсіп, қарапайым маман иесі атанып қана қоймай, WorldSkills жобасына қатысып, әлем елдерімен иық теңестірер, білімді де білікті, кәсіби шеберлігі мықты маман иесі болуға асығыңыз.